негізгі мақсаты бұл шараның бүгін жастармен кездесіп, жастардың арасында мемлекеттік қызмет саласында, яғни басқару саласындағы жастарға жасатқан мүмкіндік және жаңашылдықтар, оның ішінде мемлекет қызметке кірудің жаңа механизмі туралы ақпарат беріп өту. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметке кіру механизм барынша біз оңайлатып, жеңілдеттік. 1 сәуірден бастап енгізілген әдісте бұл жерде конкурстың өткізу мерзімі едәуір қысқартылды. Егер бұрында 23-28 күнді алатын болса, қазіргі таңда 5-7 күннің ішінде сол мемлекеттік қызмет саласына іріктеп алуға мүмкіншілік бар кандидаттарға. Жоғарғы оқу орнын бітірген грант иесі, егер сол жоғарғы оқу орында 3,33 GPI көрсеткішінен төмен емес көрсеткішпен аяқтаған болатын болса, бірден ауылдық, аудандық деңгейдегі лауазымдарға тағайындалады. Олар конкурстық рәсімнен өтпейді мүлдем.